Сәлем достар, оқу дайындығын анықтайтын тест түгі бойынша процентке берілген есептерді қарастыратын боламын. Мынада есеп берілген. Жүзім кебу барысында мейізге айналатыны белгілі. Жүзімнің құрамында 82% су бар екені белгілі болса, 9 келі мейіз алуға жұмсалатын жүзім мөлшері қандай болады дейді. Варианттары берілген. Енді бұл бізде пайызға берілген есеп екен. 82% су бар деп есепте берілді. Яғни процентке берілген есеп болып табылады. Бұны шешу үшін бірінші қараңыздар. Жүзім кебу барысында мейізге айналады деп тұр. Ал жүзімнің құрамында 82% су бар дейді. Егер ол кепкен кезде 82% су бірден кеуіп кетеді, сонда бізде 100%-дан 82% аламыз. Сол кезде 18% кепкен мейіздің пайызы болып табылады. Сондықтан біз қазір жазамыз 18%-ды 9 келіге теңестіріп аламыз. Мынау кепкен кездегі пайыз. Яғни 100%-дан 82% азайтып тастасақ 18% қалды. Осыны мына 9 келіге теңестіріп алдық. Енді бізде барлық жүзім мөлшері белгісіз ғой. Сондықтан 100%-ды, пайыздың астына пайыз жазылады. 100%-ды x деп белгілеп аламыз. Сонда x бізде тең болады. 18-ді мына жаққа көбейтесіздер, 18x-ға көбейтеміз, 100-ді 9-ға көбейтеміз. Сонда 100-ді 9-ға көбейтсек 900 болады. 900 болады. 18-ді x-ға көбейтсек 18, және мына жерде бөлімде 18 болып кетеді. Яғни 18-ді x-ға көбейтеміз, 100-ді 9-ға көбейтеміз. Сонда 900 бөлінген 18 болады x табу үшін. Осыны шығаратын болсақ, онда бізде 50 деген жауап шығады екен. Калькулятормен есептейсіздер. Сіздерде калькулятор тест кезінде экрандарыңызда көрсетіліп тұрады. Сонда А варианты болады екен. 50 келі. Келесі есеп. 3%-ы 2,4 болатын санды тап дейді. 3%-ы 2,4 болатын. Яғни 3%-ды осы 2,4-ке теңестіріп аламыз. Яғни 2,4. Біз бұны 3% деп аламыз. 3%. Енді бізде 3% 2,4 болатын сан. Ол сан бізде белгісіз. Оны 100% деп аламыз. Яғни x белгісізіміз. 100%. Пайыздың астына пайызды жазасыздар. Мысалы, мына 3% болды ғой. Бұның астына x-ті жазбаймыз. Пайыздың астына пайыз түсу керек. Енді көбейтеміз. 3-ті x-ға көбейтеміз, 2,4-ті 100-ге көбейтеміз. X-ті табамыз. 3x тең болады. 100-ді 2,4-ге көбейтетін болсақ, онда бізде 240 шығады. 240 шығады. Осыдан x табатын болсақ, ол бізде 240-ті 3-ке бөлесіздер, 80 болады. 80 болады. Яғни жауабы А нұсқасында тұр екен. Келесі. Алманың бағасы қаңтар айында 10%-ға, ақпан айында 20%-ға, наурыз айында 25%-ке көтерілді. Осы 3 айдың ішінде алманың бағасы неше пайызға көтерілді? Енді бұл есеп шығарғанда мына проценттерді қоса салмаймыз. Мысалы, кейбір студенттер осылай шығара салады. 10%-ға 20%, оған 25% қосады да есепті шығара салады. Яғни бұл дұрыс емес. Бұл есепті шығару үшін сіздерге көрсетем. Бірінші мынадай түрде жазамыз, қараңыздар. Бізде 100%-дық баға белгісіз, яғни алманың бағасы, бастапқы бағасы белгісіз. Сондықтан оны қандай да бір А деген әріппен белгілеп алсақ, А бізде белгісіз деп аламыз да, оны 100% деп аламыз. Бастапқы бағасы 100%. Енді бұл А деген алманың бағасы 100% болған. Енді қаңтар айында 10%-ға көтерілді дейді. Яғни 100-ге қосамыз 10%-ді. Сонда 110% болады. 110% болады. Осы бізде белгісіз, белгісіз. Осы жерден x-ті табатын болсақ,
x'ті табамыз, сонда 110-ға a-ны көбейтеміз. Так, қазір мен 110-ға a-ны көбейтеміз. 100-ге бөліп тастаймыз. 110 a болады, және бөлімінде 100 болады. Енді 110 a-ны 100-ге бөлетін болсақ, онда бізде шығады 1,1 a, 1,1 a шығады. Енді ақпан айында 20%-ға көтерілді дейді. Осы баға, бұл бізде көтерілген кездегі баға болып тұр. 10%-ға көтерілген кездегі алманың бағасы болып тұр. Енді ол тағы да 20%-ке көтерілді дейді. Сондықтан 1,1 баға бастапқыда бұл 100% болып тұрған. 100% болып тұрған. Енді ол тағы да 20%-ке көтерілді дейді. 20%-ке көтерілсе, 100-ге 20-ны қосып тастаймыз, 120 болады. 120 болады, ол бізде белгісіз. Енді осы x-ті табамыз. Сонда x тең 120-ны 1,1 a-ға көбейтеміз да 100-ге бөліп тастаймыз. 120 көбейтілген 1,1 a бөлінген 100. Осыны шығарсан калькулятормен есептеген кезде 1,132 a шығады екен. Так, 1,132 a. Бұл баға енді 20%-ке көтерілген кездегі алманың бағасы болып тұр. Енді ары қарай 25%-ке көтерілді дейді. Осыны шығарамыз. 1,132 a бұл 20%-ға көтерілген кездегі баға болып тұр. Бұны 100% деп аламыз. Енді бізде тағы да 25%-ға көтерілді. Сондықтан 100-ге 25-ті қосып тастаймыз, 125 болады. 125-ті біз x деп аламыз. Осы жерден x табатын болсақ, 1,132-ні 1,132 a-ны 125-ке көбейтеміз, және 100-ге бөліп тастаймыз. 100-ге бөлеміз. Енді бұны есептейтін болсақ, бізден 1,165 a шығады екен. Енді сонда 25%-ға көтерілгеннен кейін баға 1,165 a болды. Яғни, бұны 100-ге көбейтсеңіздер 165 болады. Яғни, бұл бастапқы 100%-дан 65%-ке бағасы көтерілгенін білуге болады. 65%-ға көтерілгенін білуге болады. Сонда А жауабы 65% дегенді белгілейді екенбіз. Келесі есеп. 60 санның 60%-ы 60 санынан қаншаға кем екенін табыңыз дейді. 60 санның 60%-ы. 60 санның 60% дегенді біз былай жазамыз. Қазір. Так, 60 саны бастапқы берілген сан 100% болып есептеледі. 100% берілген бастапқы сан 100%. Мына жерде басқа санда тұруы мүмкін. Мысалы, 40 санының 20%, 50 санның 35% дегендегі бастапқы сан, берілген сан, ол 100% деп аласыздар. Яғни менде 60 санның болып тұр. Демек, 60 санын 100% деп белгілейміз. Яғни бұл максималды сан болып тұр. Енді біз 60%-ы белгісіз ғой, 60%-ы. Оны біз x деп аламыз. Яғни мынау бізде пайыз ғой, 100%. Соның астына пайыз жазасыздар. Пайыздың астына пайыз міндетті түрде жазылады. Бұл 60% бізде белгісіз x. Осыны шешеміз енді. Яғни x тең дейміз. Міне былай көбейтіледі. 60-қа 60-ты көбейтеміз. 3600 болады. 3600 болады. Оны мына 100-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде шығады, мына 2 нөл қысқарып кетеді, 36 шығады екен. Яғни 60 санның 60%-ы 60 саннан қаншаға кем екенін табу. Біз 60%-ын тауып алдық, ол 36 деген сан болды. Енді осы 60 деген саннан азайтады екенбіз. 60 деген саннан азайтамыз осы 36-ны.
Сонда бізде шығады 24, иә? 24 шығады. Ол бізде А вариантында тұр екен. А жауабын белгілейміз. Келесі. Банкте жылдық мөлшерлемесі 12% болатын 50 мың теңге салынған. Депозитке салынған ақша 3 айдан кейін қанша болатынын есептеу керек дейді. Бұл есепті шығару үшін бір жылда бізде мынау жылдық мөлшерлемесі 12% дейді. Яғни бір жылда ол 12%-ке өседі екен. Бір жылда 12% болады. Енді бір жылда бізде 12 ай бар. Біз, значит, 3 айды тауып алуымыз керек қой. Бір жылда 12 ай бар. Демек, әр айда 1%-тен өсіп отырған ғой. Міне қараңыз, бір жылда 12 ай бар болғандықтан 12-ні 12-ге өсеміз 1. Сонда бір айда 1% өсіп отырады екен. Бір айда ол бізде 1% өсіп отырған. Сонда 3 айда ол 3% болады ғой. 3 айда 3%. Енді ары есепті шығарамыз. 50 мың дейді. Бастапқы баға 50 мың болған. 50 мыңды біз 100% деп аламыз. Елу мыңды 100% деп аламыз. 100%. Ал жаңағы бір айда 1% болса, 3 айда 3% қой. 3%-ті біз X деп аламыз. Осыны шығарайық. X табу үшін 50 мыңды 3-ке көбейтіп 100-ге бөледі екенбіз. Яғни 50 мың 50 мыңды көбейтеміз 3-ке 100-ге бөлеміз. Сонда бізде қанша шығады? Тең. Мына 2 0 мен 2 0-ды қысқартып тастасақ 500 көбейту 3 болады. Ол бізде 1500-ді береді, 1500. Яғни 3 айда ол 1500-ге көбейеді деген сөз. Сонда 50 мыңға осы 1500-ді қосып тастаймыз. Сонда 51.500 теңге болады екен 3 айдан кейін. 3 айдан кейінгі депозитке салынған ақша 51.500 теңге болады екен. Енді келесі 5 санының 125%-ін есептеңіз дейді. 5 санның 125%-ін есептеңіз. Бұл 5 саны бізде 100% деп болып тұр, иә? 5 санын 100% деп аламыз. 100%. Ал 125%-і бізде белгісіз. Оны X деп аламыз. Міне пайыздың астына пайызды жазамын. 125%-іміз бізде белгісіз X. Осы жерден X табатын болсақ, 5-ті 125-ке көбейтеміз. Көбейтеміз 125-ке. 100-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде қанша шығады? 6,125 шығады екен. 6,125. Демек, бұл бізде С жауабында тұр екен. 6,125. Менің каналымдағы видео сабақтар ұнаса, комментарийға пікір қалдырыңыздар. Әрбірлеріңіздің жауаптарыңыз маңызды мен үшін. Комментарийдің барлығын қарап, сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сіздерге осылай тақырып бойынша түсіндірген дұрыс па, әлде нұсқа талдау көрсеткенім дұрыс па, сол туралы да комментарийға жазып кетсеңіздер